Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрма туралы өте қызықты ақпараттар бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең бірінші, құрманың пальма тегінің биологиялық түрі. 24 метр биіктікте өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық аймақтарда өседі. Мысалы, Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр, Саудан мемлекеттерінде өседі екен. Отырғызғаннан кейін құрма ағашы бізге 4-5 жылдан кейін барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 килограммға жететін бір шоғырында 1000-нан аса жеміс бітеді екен. Әр ағаштан 40-80 килограммға дейін жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді екен. Бұл жеміс бізде мұсылмандар үшін өте маңызды болып табылады. Құрма қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Хазірет Мариям Исаға толғатып қатты қиналғанда Аллах тағала мейірім білдіріп оған құрма жеуді әмір еткен екен. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын болған. Сол себепті бізге құрмамен ауыз ашу сүннет болып мұсылмандарға қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қою игі дәстүрге айналған. Бір сөзбен айтқанда, түрлі дәрументерге бай, тойымды әрі емдік қасиетке мол құрма ғажап жеміс болып табылады. Израильде жүргізілген зерттеуге құрма мен алманы салыстырған екен. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада дәруменнің көптігі дәлелденген. Атап айтатын болсақ, құрманың пайдасы. Ең бірінші протеин, май, көмір суын, үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс болып табылады. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілік пен күнге күйуден түскен дақтардан кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерімен қатар кездесуі бауырды сауықтандырады. Тамақ ауруында жөтелге пайдалы. Және де қатерлі ісіктен сақтайды, жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесін шаршауын басады, мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді, ас қорытуға да пайдалы екен. Және де жеңіл босануға септігін тигізеді. Жас босанған әйелдердің әлсіреген денесін тыңайтып, сергектігін арттырады. Сүт гормондарын қозғау арқылы нәрестеге сүт көп шығуына оң ықпал жасайды. Аллах тағаланың Хазірет Мариямға құрма жеуге бұйрық беруінің астарындағы хикмет осы болса керек. Құрма шығармашылықпен айналысатын, миымен жұмыс жасайтын адамдар үшін, жүйке жүйесінде шағымы бар балалар үшін, бастың жақсы жұмыс жасау үшін дәрігерлердің тарапынан ұсынылатын аса пайдалы жеміс. Құрманы аш қарында жеу паразиттерді жояды. Құрма глюкоза мен фруктозаға бай, тәбетті шақырады. Құрмада қан құрамындағы холестериннің деңгейін төмендетеді. Мамандар құрманы аптасына 2-3 мәрте жеген абзал екенін айтуда. Бастысы құрманың үсімеген әрі термопакетке оралмаған түрін пайдалану керекпіз. Құрмада йод пен темірдің көп мөлшері кездеседі. Соңғы үшін анемия мен асқазан ішек құрылысымен ауыратындар үшін өте пайдалы. Бүйрегінде және де өт жолдарында ақауы бар адамдарға аз қолдануға кеңес береді. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.